Бұл видеода біз бір фармацевтикалық зауытты жобалану мен оның ішкі жұмыс жүйесін нақты әрі көрнекі түрде көрсететіндігіне көз жеткіземіз. Осы видео арқылы біз GMP стандарттарының басты қағидаларының іс жүзінде қалай орындалатынын көре аламыз. Бізде ең бірінші зауыттың жалпы көрінісі мен құрылымдық аймақтары көрсетілген, яғни бұл материалдардың және персоналдардың сонымен қатар өнімдердің қозғалысы бөлек бағыттармен жүретіндігін және осы арқылы контаминацияның алдын алу үшін маңызды инженерлік шешім қабылданатындығын көре аламыз. Бізде екінші бөлімде клинрум, яғни таза аймақтар жүйесі көрсетілуде. Ауа қысымы мен ылғалдылығы осы автоматтандырылған жүйе арқылы бақыланып отырып, бөлме класына байланысты HPA фильтрлермен тазаланатындығын көреміз. Бұл бізде GMP класының әртүрлі аймақтарында жобалауда ең маңызды элемент болып табылады. Ал бұл жерде бізде құжаттамалар берілген, яғни инженерлік сонымен қатар технологиялық жабдықтардың орналасуын көрсетеді. Бұл жабдықтар бізде құжаттама арқылы сай, солардың сапаларын қамтамасыз етеді. Үшінші бөлімінде бізде инженерлік және технологиялық жабдықтардың орналасуы бейнеленген. Бұл бізде жабдықтарды жууға, стерилизацияға, сонымен қатар осы валидацияға ыңғайлы етіп орнатылған. Бұл жерде бізде төртінші бөлімде сапаны бақылау жүйесі, яғни өндірістік автоматтандыру элементтері көрсетілген. Бұл бізде әр партияның өндірістен соң үлгілі зертханалық талдаудан өткізілетіндігі және бұл процестердің барлығы журналға тіркеліп, кейін осы бізде GMP инспекциялары кезінде дәлел ретінде ұсынылады. Бесінші бөлімде бізде ол қауіпсіздік пен экологиялық талаптарды қамтиды. Ағынды сулар мен қалдықтар бейтараптандырылып, арнайы сүзгіш жүйелеріне өткізіледі. Бұл бізде GMP ұсынымдарындағы экологиялық жауапкершілік принципін көрсетіп отырады. Ал бұл жерде бізде құжаттар мен олардың барлығы тіркелу керек, есеп жинақтары жиналған, яғни бізде әртүрлі мамандар арқылы олардың қандай бағыттарға сай екен, олардың өнімдерінің тексерілгендігі, олардың барлығы осы бақылауда жүретіндігі, қандай өзгерістерге өзгертілгенін барлығын тексеріп отырады. Және де олардың сапасының бақылауы арқылы оларды аппараттар арқылы жуып шайып, оларды стерилді түрде оларды жинақтап, қораптарға орналастырып, оларды орау тәсілдерімен әртүрлі қандай дәрілік форма болса да, сол дәрілік форма күйінде оларды бізде қорапқа салынып, орау тәсілдерін ұйымдастырады. Яғни әр аппараттың өзіне сай қызметі арқылы оларды жұмыс жасауға итермелейді. Бұл жерде мүмкіндік береді деген секілді. Бұларда таблетка болсын, әртүрлі ампулалық дәрілік формалар болсын, олардың барлығы реттілік, үздіксіз процесс арқылы осы бізде өнімнің өндірілуіне мүмкіндік береді. Және осы өндірісте белгілі маман, ол өндірілген өнімдердің барлық жағдайын жасайды, яғни олардың температурасы, қысымы деген секілді әртүрлі аппараттардың өздеріне орналастыру арқылы оларды сақтау қоймаларында немесе де жіберілуі қажет температура мен қысымдардың сандарын енгізеді. Осылайша бізде фармацевтикалық зауыттың әр бөлшегі жобалау сатысынан бастап сапа мен қауіпсіздікке бағытталған көре аламыз.